Қайырлы күн баршаңызға, құрметті оқырмандар. Менің арнама қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге осындай Гүл ханымның рецебін ұсынамын. Бірінші кезекте қамырымызды илеп дайындап аламыз. 2 пиала су, 2 шай қасық тұз салып араластырып, електен өткізілген ұнымызды салып, жақсылап қамыр илеп аламыз. Бірінші қамырын илеп аламыз. Сонда қамырымыз әдемі болып ұюқанып, жаюға өте ыңғайлы болып тұрады. Сол себептен де бірінші қамырын дайындап аламыз. Міне осымен қамырымыз дайын болды. Бетін жауып қойып қоямыз. Екінші рет қайтарып тағы да бір илеп қоюды ұмытпаңыздар. Содан соң картошка, асқабақ, пияз үшеуін жақсылап ашып, жуып тазалап, осылай турап аламыз. Содан соң дәміне қарай тұз, бұрыш және де сұйық май, кішкене сұйық май құямыз. Содан соң жақсылап араластырып аламыз. Асқабақ картошкамен де өте дәмді етіп жасауға болады. Осымен салмамыз дайын. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Осымен қамырымыз дайын. Кішкене бөліктен 3 бөлікке бөліп алдық. Содан соң қамырымызды қатты жұқада, қатты қалыңда етіп жаюға болмайды. Орташа етіп қамырымызды жайып аламыз.
Осымен қамырымыз дайын. Жайып болғаннан соң осылай ұзынша бөліктерге бөліп, үстіне сұйық май жағып болғаннан соң салмасын салып, осылай шетінен орап шығамыз. Сонда әдемі гүлдің формасында ұқсап шығады. Міндетті түрде осылай жасап көруге кеңес беремін. Өте әдемі болып шықты, дәмі де өте керемет. Біздің үйдегілерге қатты ұнады. Сол себептен де сіздер де осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасалуы да көріп тұрғандарыңыздай өте оңай және де тез піседі. Міне барлығын осылай орап шығамыз. Міне осымен гүлханымыз дайын. Енді листімізді майлап, үстіне гүлханымдың барлығын жайғастырамыз. Содан соң қайнап тұрған кастрюлемізге қоямыз. Міне уже отқа қойдық. Осымен 35 минутта тамағымыз пісіп шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте керемет, дәмді болып шықты, көріп тұрғандарыңыздай. Назарларыңызға рахмет, ас болсын.